Әрбір халық, әрбір тәуелсіз мемлекет өзінің рухани орталығын нақтылап алу керек. Қазақстанның рухани орталығы Түркістан. Ол қазақ елінің рухани жүрегі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бастаймыз ғой, Аса қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, бүгін бізге сұхбат беруге уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Біз ол кешененің жағдайын, тарихи ғимараттың барлығын сақтауымыз керек. 25-30 жылға қарай 3,5 миллион адам келу керек. Көне қаланың қайта жаңғыруы, өркендеген өлке, өңір өмірін өзгерткен тарихи шешім. Осы 2 жылдың ішінде бизнестің саны 11 есе өсті. Ұлы жібек жолында 1000 жылдық өркениеттерді тоғыстырған Түркістан, ұлы даладағы ұлы өзгерістерге негіз болған қасиетті қала. Түркістанда қанша мың адамдар жұмыс алды. Қысқа ғана мерзімде жүзеге асқан үлкен жобалар, елдікке бастаған елбасы идеясы және жаңа Түркістан. Түркістан. Ұлы ғұлама Қожа Ахмет Яссауи ұлт тарихына таңбаларын қалдырған, хандар мен сұлтандар мәңгі жай тапқан қастерлі мекен. Ежелгі қаланы қайта жаңғырту идеясы қалай дүниеге келді? Оның астарында қандай сыр жатыр? Елбасы бұл жобаға неліктен ерекше мән беріп отыр? Бұл туралы біз Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінен сұрауды жөн санаған едік. Және елбасы осы бір тарихи шешімге қатысты көптеген сауалдарға жан-жақты жауап берді. Ақорда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Шымкент қаласына республикалық мәртебе беру туралы маңызды жарлыққа қол қойып, облыс орталығын Түркістанға көшіру туралы тарихи шешім қабылдады. Дәл осы сәттен бастап, көне қаланың жаңа дәуірі қайта өрлеу кезеңі басталды. Бүгінгі біздің әңгіме Түркістан жайлы болмақ. Түркістанды қайта түлету мәселесін сіз өзіңіз ертеден ойланып жүргеніңізді бір айттыңыз сұхбатыңызда. Бұл әрине тарихи шешім екені сөзсіз. Енді бұл шешімнің түбінде не жатыр? Біз тәуелсіз ел болдық. Оның ішінде мәңгілік ел боламыз деп айттық. Мәңгілік ол тәуелсіз ел болғаннан кейін оның ішінде көрнекті тарихи жерлері болу керек. Үлкен тарихы бар, мәдени өміріндегі біздегі ең көрнекті қала ол Түркістан. 9 жолдың торауында тұрған сауда қаласы болғаннан кейін, жібек жолдың үстінде тұрғаннан кейін, ол қалаға меніңше білетін қазақтың барлығы көңіл аударып, қолынан келгенше барып қайтып жүрді. Бірақ Совет одағы кезінде діни орталық деп көңіл бөлмей өзі ескіріп, көшіп келген жұрттар жер там жасап төңірегіне түрі де мәнісізде кетті. Түркістан. Тарихы терең, тағылымы мол шежірелі шаһар. Ежелде Шауғар, Ясы, одан кейін Түркістан аталған Ұлы жібек жолының бойындағы ірі саяси, экономикалық, мәдени орталық. Бұл қаланың орталық Азиядағы, түркі әлеміндегі, оның ішінде қазақ тарихындағы орны өз алдына бір бөлек. Түркістан деген бұрынғы аты Яссы деген қала болған. Түркістанның құрылуы тек қана кешенемен байланысты емес, ол 4-ші ғасырдан басталады тарихта. 4-ші ғасырдан басталған Яссы деген қала белгілі болған. Перстерге де, басқа ерлерге де, шығысқа да, батысқа да, жібек жолының дәл бойында сол жерге тоқтап, сауда-саттық жасап, демалып, елдер қатынасатын. Батыс пен шығыстың ортасында тұрған қала ғой енді қазір. Сондықтан біз ол кешененің жағдайын, тарихи ғимараттың барлығын сақтауымыз керек. Жалғыз кешене емес, жанында
Рабиға Сұлтанбегім деген Ұлықбектің қызы, оның күмбезі бар, Есім ханның күмбезі бар. Басқа да тарихи мәселелер ол жерде көп. Ұлт тағдырына қатысты маңызды шешімдер қабылданған кешегі қазақ хандығының бас қаласы. Тұран даласынан тамыр жайған түркі халықтарының рухани астанасы атанған көне қала талай қилы кезеңдерді бастан кешті. Ертеде Еуразия кеңістігінде үстемдік еткен империялардың құрамында болды. Бірде құлдырады, енді бірде қайта өрледі. Түркістан оның 4 қақпасы болды. Батыстан, шығыстан, оңтүстіктен, солтүстіктен келетін. Ішінде сауда орталықты болды. Қамал, цитадель болды. Қазір соны орнына келтіріп жатырмыз. Барлығы ол енді топырақтан жасаған ғимарат цитадель болған. Ішінде сондай үлкен қала болған кезінде. Соның кейін бара-бара бұл қаланы жоңғарлар да басып алды. Мына жағынан Хива хандығы болды, Қоқан хандығы болды. Бірінен бірін барлығы келгенде қиратты, қайттан тұрғызды. 1864 жылы Ресей патшалығы келіп жаулап алды қаланы. Оның атқан зеңбіректері қазірге дейін кесененің сыртында көрінеді кірпіштен. Соның кейін тарихы үлкен болып 14 ғасырдан барып Есім хан орталық деп, қазақ хандығының орталығы деп санады. Содан бері Түркістандағы кесененің төңірегінде 21 хан жерленді. Жаңағы Есім ханнан, Абылай ханнан, Тәуке, Хақназардан бастап балағырай 100-ге жуық барлығы. 21 хан, 57 батыр, билер, Қаздауысты Қазбектен бастап басқа билер. Батырлар, оның ішінде Бөгенбай батыр, Қоңырат батыр, Тобықты батыр, Нияз батыр деген толып жатқан аттары бар. Солардың барлығын алып келіп, соның жанына қасиетті жер деп жерлеген. Сондықтан ол өзі Қазақстанның орталығы болды, хандығының орталығы болып қалды. Содан кейін 18 ғасырға дейін солай болды. Жаңағы Ресей патшалығының жаулағанынан кейін ондай дәрежеден айырылды. Содан бері төмен қалай күйрей берді. Түркістанның тереңге тартқан темір қазығы талай тосқауылдарға төтеп беріп, уақыт сынына сыр бермей, тағылымды тарихын тәуелсіздік таңымен сабақтастыратын күнге де жетті. Мен талай рет барып жүрдім. Астананы таңдаған кезде ол қалада есімде болды, бірақ елдің ортасынан біраз жырақта, содан кейін тиісті ғимараттар жоқ. Болғаннан кейін оған барғамыз жоқ. Дегенменен, өздеріңіз білесіздер, Түркістанның 1500 жылдығы деп тойладық. ЮНЕСКОны қатыстырдық. Біраз көшелерін түзедік, үйлерін түзедік. Жағдай жасап, тағы да бір рет Түркістанды елге таныстырдық. Сондықтан Түркістанды көптен ойлап жүргенім рас. Түркістан осылайша торқалы тойға да жетті. Бірақ ғалымдар оның негізі одан әріде қаланғанын айтуда. Күлтөбеден табылған көне жәдігерлер оның 1,5 емес, 2000 жылдық тарихы бар екенін дәлелдеді. Елбасы бастамасымен жүзеге асқан мәдени мұра бағдарламасы да Түркістан тарихын түгендеуге үлкен үлес қосқанын айта кету керек. Мағжанның сөзінен шығады. Түркістан екі дүние есігі қойды. Екі дүние дегенде мұны былай да қарауға болады. Бұл біздің сан ғасырлаған түріктік баба тарихымызбенен бүгінгі тәуелсіз Қазақстан болмаса ынтымақты түрік халықтарының арасындағы алтын көпір деуге болады. Түркістан әрдайым елбасы назарында болды. Бірақ тәуелсіздік жылдары бұндай қадамға бару оңай болмады. Себебі экономикалық жағдай мүмкіндік бермеді. Сондықтан қалаға арнайы мәртебе беру мәселесі уақыт еншісіне қалып отырды. Бірақ сөзден іске көшетін күн алыс емес еді. Сіз бір сөзіңізде Түркістанның салынуы Астананы есіме салады деп айттыңыз. Шынында да қазір барып жүрген көпшілік сол пікірді жиі айтады, Астананы елестетіп жатыр дейді. Небәрі 2 жылдың ішінде салынған қала ғой қазір. Менің өмір тарихымда ең бірінші қала салуға кіріскенім ол Теміртау болады. Теміртауда комбинаттың партия ұйымының басшысы болып жүріп, ЦК КПСС-ның Москваның тапсырмасымен біз қаланы қайтадан құрып, жылына 80 000 шаршы метр үй салып, балабақшалар салып, мектеп салып, аурухана салып, қаланы көтергенбіз. Екінші үлкен құрылыс әрине елордамыз Астананы салу болды.
Бұл енді үлкен батыл шешім болды. Барлығы бірде оған келіскен жоқ. Қарсы болғандар да көп болды. Дегенмен қазір барлығы дұрыс деп санайды, әрине. Ал бірақ оны айта берсең сөз тез айтылады, жұмыс тез жасалмайды ғой. Қандай қиыншылықтармен, қандай шаруалармен жасағанымызды жұрт біледі. Иә, елорда қысқа ғана мерзімде еңсесін тіктеді. Елге танылды. Ендігі күшті елдің рухани астанасына қарай бұру керек болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады деген болады. Сол сияқты Түркістан да ұлт тарихының ажырамас бөлігі және оның жаңа кезеңі 2018 жылдың 29 қыркүйегінен бастау алады. Дәл осы күні Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев уақыт пен кеңістікті тоғыстырып, жаңа әкімшілік орталықтың негізін салған. Елбасы ұлттық компаниялардың басшыларын, барлық облыстың әкімдерін, бизнес өкілдерін, шетелдік инвесторларды жинап, оларды осы бір маңызды жобаны бірлесіп жүзеге асыруға шақырған еді. Қаланың даму жоспары бекітілді, негізгі бағыттары айқындалды. Шаһарда еркін экономикалық аймақ құрылып, қысқа мерзімде құрылыс қарқын алды. Бізде халықаралық конкурс болды тұжырымдамасына. Сол тұжырымдама оған жаңағы 22 жұмыс келіп түсті. Оның ішінде үшеуі халықаралық Түркиядан, Кореядан, Ресейден келді. Осы жұмыстардың арқасында Астана бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институты жеңімпаз деп белгіленді. Одан кейін бар бас жоспар басталды. Қаланың жобалау аумағы 22.370 гектар. Бас жоспар жобасы 3 кезеңнен тұрады. Қаланы дамытудың бастапқы жылы 2018 жыл. Бірінші кезең 2025 жылға дейін. Есептік мерзім 2035 жылға жоспарланған. Әрине, Түркістанды салған кезде Астананың құрылысы көз алдымда тұрды әр уақытта. Өзінің қазіргі келбетінің өзі ұқсайды. Астана Ақордадан былай қарай үлкен көше, оларда да облыстық әкімнің ғимаратыменен былай қарай жүрген кезде үлкен көшенің жағасында тұрады. Сондықтан ол енді екеуін салыстырғанда екеуі екі жақты әрине. Оны елордамен салыстыруға болмайды. Оның біз келбетін сақтап, елдің, жұрттың, туристардың баратын, біздің тарихымызды паш ететін орталық ретінде қалдыруымыз керек. Қала жобасы бірнеше функционалдық аумақтарға бөлінеді. Олар әкімшілік іскерлік орталық, рухани мәдени орталық, қалыптасқан және жаңа құрылыс аудандары мен алаңдары, өндірістік және табиғи аумақтар. Елбасының айтуынша, Түркістанға жұмсалған қаражат ертеңгі күні еселеп қайтатын болады. Ал қазіргі күрделі кезеңге қарамастан мемлекетіміз Түркістанға барын салып жатыр. Қалай ойлайсыз, сол үлкен ауқымды шаралардың, үлкен жұмыстың нақты бір оңтайлы нәтижелерін қарапайым тұрғындар қалай көреді, қашан сезінеді? Бұл мәселе ылғи көтеріледі қазақта. Ақшаны қайда жіберіп жатыр деген сұрақ бар ғой. Мұны Астанаға салғанда да солай болған, бірақ та қазір Астанаға салған 1 теңге, 3 теңге болып қайтарып келіп жатыр мемлекетке. Баяғыда жабылды берілген ақша, қазір бюджетке ақша құятын донор болды. Дәл сол сияқты қазіргі бірінші этапында Түркістанға 350 миллиард теңге ақша жұмсалатын болды. Оның 50% жартысы жеке меншіктер салып жатыр өзіне бизнес ретінде. Қонақ үйлер, сауда орындары, басқа-басқа. Туризм орталықтары. Туризм орталықтары. Сондықтан оның ауыртпашылығы болмайды деп санаймын. Бұл да бір үлкен қала болғаннан кейін барлығы атсалысады. Себебі ойлап қарасаңдар, Түркістанның тұрған жері қалың жұрттың ортасы. Әсіресе біздің қазақтың тұрған жері қаймағы бұзылмаған, ғұрып салттардың барлығын сақтайтын елдің ортасы. Арада 2 жыл өтті. Осы бір қысқа ғана мерзімде жаңа орталықта жаңа нысандар бой көтеріп үлгерді. Бүгінгі таңда 15 негізгі нысанның құрылысы толық аяқталып, керемет кешендер қала келбетіне көрік берді. Келешекте олардың қатары арта береді. 160 нысанның тәл-тең жартысы салынып бітті. Оның ішінде жаңағы әкімшіліктің ғимараты, оның ішінде Қазақ драма театры, конгресс-холл, қонақтарды қабылдайтын әдейі нысан үлкен өте
стадион, 10.000 орындық жастардың сарайы толып жатқан сондай ғимараттар елдердің демалатын жерінде, оқитын жерінде болады, сол жаққа тартылады. Мен бұрыннан айтып жүрмін, бәрібір бұл дүниенің барлық жұрты бізде де солай қалаға қарай тартылатын болады. Әрине, біздің қазақ қорқады, бәрі қалаға кетсе далада не болады деп. Далада бәрі дұрыс болады. Анау үлкен Америкада ауылда тұратын халықтың саны 5%. Сол 5% тамақтандырып та шетке де шығарып жатыр заттарын. Бізде қазір 40% тұрады, оның жартысы ауылда тұрады, бірақ қалаға келіп жұмыс істейді. Сондықтан біз технологияны көтерген сайын ол жерге көп жұмыскердің керегі жоқ болады. Оның үстіне ауылды жақсылап көтерсек, қаладан өзі де барам деген адамдар, ауылды жақсы көретіндер. Сондықтан мен айтып отырған миллиондық қалалар көбірек болса, мәдениет көтеріледі, ғылым көтеріледі, білім көтеріледі. 2018 жылы қала халқы 165 мың адам болса, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 176 мыңнан асты. Бас жоспарға сай, 2050 жылы Түркістан тұрғындары 500 мыңға жетуі тиіс. Оңтүстікте сондай бір орталықтың дамуы, біріншіден сол жердегі жұртқа жұмыс береді. Неге жұмыс береді? Жаңағы ақшаны игеру үшін, ол жаңағы нысандарға кірпіш керек, қалайтын нәрселер керек, темір керек, әйнек керек, жиһаз керек, оны барлығын жасайтын орта және кіші бизнес. Сол жерде көп адамдар жұмыс алатын болды. Осы 2 жылдың ішінде бизнестің саны 11 есе өсті Түркістанда. Қанша мың адамдар жұмыс алды. Ол бір жағынан. Екінші жағынан туризм университетін салып жатырмыз. Қазақстанда ол тұңғыш. Бізде туризмді өркендетеміз десек, мамандар керек, ондай мамандар жоқ. Анау Ақтауда үлкен қонақ үйлер салып жатырмыз ғой. Қазақстанның жағалауы деген атпенен тағы да 3-4 сондай қонақ үй салынатын болды. Дүниенің қазір жартысынан артығы табысы жаңа қызмет көрсету мәселесінде. Сервис. Түркістан тарихында Қожа Ахмет Яссауидің алар орны ерекше. Ұлы ойшыл, ислам құндылықтарын түркі әлемінің дүние танымымен ұштастырған ғұлама тек қазақ халқына ғана емес, бүкіл түркі тектес елдер үшін айрықша орны бар тұлға. Сайрамда дүниеге келіп, Түркістанда мәңгі жай тапқан Әзірет Сұлтанға әйгілі Әмір Темірдің кесене салдыруы тектен тек емес. Ал күмбездік кешеннің 2003 жылы Парижде ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енуі шаһардың әлемдегі орнын айқындап берді. Бүгінгі Түркістан жаңағы заманауи бір сондай жаңа қалаға айналып келе жатыр. Жаңа ғимараттар саламыз деп, жаңа бейне береміз деп, қаланың өзінің тарихи келбетін, бұрыннан қалыптасқан ерекше атмосферасын жоғалтып алмаймыз. Ол дұрыс сұрақ. Ол мәселеге ЮНЕСКО-да қарап отыр. Сондықтан Түркістанның ғимараттары, нысандары биіктігі Қожа Ахмет Яссауидің шатырынан биік болмау керек деген сөз бар. Бір, екіншіден айттым ғой жаңағы, кесененің төңірегінің барлығы быт-шыт болып, адам көрмейтіндер болып кетті. Қазір барсаңыз, тіпті басқаша. Алаңдардың барлығы жөнделді. Егемендік алған жылдар ашылған Қазақ-Түрік халықаралық университеті де Қожа Ахмет Яссауи есімімен аталды. Қазақстанға алғаш арнайы сапармен келген Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның Түркістанға тәу етіп, оқу орнына арнайы ат басын бұруы білім ордасының бүгінгі беделінен хабар берсе керек. Kazakistan arasındaki işbirliğinin önemli sembollerinden biri olarak görüyorum. Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli. Бұл университет Қазақстан мен Түркияның арасындағы байланыстың ұлы символы болып табылады. Бұл арадағы қатынастың бірегей белгісі деп білуіміз керек. Мен үшін ұлы Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келген қасиетті топыраққа табан тіреудің айрықша маңызы бар екенін атап өткім келеді. Әзірет Сұлтанның есімі күллі әлемге әйгілі. Ол Балқан, Анадолы және Түркістанға дейінгі аралықтан мекен етіп жатқан халықтың бағдаршамы болған бірегей тұлға. Сондықтан оның атындағы университет тек білім беретін орны ғана емес, Қожа Ахмет Яссауи мұрасын әлемдік дәрежеге көтеретін орда болып табылады. Соңғы кезде әлеуметтік желілерде ел астанасын Түркістанға көшіру мүмкін деген қауесеттер таратылып жүреді. Осындай әңгіменің негізі бар ма сіздің пікіріңіз? Оның негізі жоқ. Бірақ айтудың жөні бар ғой енді. Түркістан әсіресе
сол жақта тұратын Түркістанның жағдайын білетін адамдар солай деп ойлайтын шығар. Тарихы өте үлкен әрине. Жаңағы Қожа Ахмет Яссауи келіп бұл жерге уағыздап мұсылмандықты. Бұл түрік дүниесінің түрік тектес адамдардың мұсылман дініне ұласты. Сондықтан олардың сыйлайтыны, жақсы көретіні, әсіресе Түркиядан барлығы келгісі келеді, көргісі келеді. Солай болғаннан кейін ел астанасы болса деген ойлар бар шығар сол жерде. Бірақ біз мына астанамызды қазір ұлғайтамыз ары қарай. Қазір 200 мыңдай адамы бар бұрынғы Ақмола, 1.200.000 адамы бар шаһар болды. Нұрсұлтан деген ат болды. Мен өзім оны ұсынғам жоқ, бірақ қарсыда болғам жоқ, себебі әрбір тасы Астананың менің нұсқауымменен, әрбір түрі салынған, әрбір ғимарат менің қатынасымменен салынды. Сондықтан біз өзіміздің осы Нұрсұлтан қаласын дамытамыз. Ендігі жылы Құдай бұйыртса мынау Абу-Даби Плаза 340 метр мұнараны Қазақстан мұнарасы деп атаймын. Мұндай биік ғимарат жоқ. Біздің кең даламызда алыстан көрініп тұратын. Мынау не? Бұл Астана ғой, бұл Қазақстан мұнарасы деп айтып жүретіндей болады. Екіншіден, өңірдегі демес, тіпті ең үлкен дүниедегі мешіт салып жатырмыз. Бір жағынан жаңағы діни өзінің мағынасы бар, екінші жағынан туристік мағынасы бар, үлкен әдемі, зәулім ғимарат пайда болатын болды. Алдыда Құдай бұйыртса әлі талай ойлар бар. Астананы ары қарай көркейту үшін өздеріңіз көріп отырыңыздар. Төңірегінде орман саламыз дегенде мен ешкім қолдаған жоқ, өспейді деп. Қалай өспейді? Бидай өседі, орман өспейді. Бұл жерде тас, құм, ана-мынау деп. Соның арқасында қазір мінекей климат өзгерді. Өзі ауа райы жылынып келе жатыр, жыл сайын. Сондықтан егерге көп болып қолға алса, егермейтін мәселе жоқ. Бұл да еліміздің қолынан осындайлар келеді деген мәселені көрсетеді. Қазір мынау қиын қыстау заманда тұрмыз ғой, бір жағынан мынау вирус дүние жүзінің бәрін алып бара жатыр, бізге де қиыншылық жасап жатыр. Көп мекемелер тоқтап қалды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұның артынан кризиске қарсы шара қолдануымыз керек. Үкіметпен бірге оны жасатып жатырмыз. Түрксой ұйымы 2017 жылы Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени астанасы деп жариялағаны белгілі. Түркі кеңесінің саммитінде қабылданған түркі әлемінің киелі жерлері жобасында Түркістанның маңызды орын алғаны тегін емес. Елбасының айтуынша, осының бәрі Түркістанды облыс орталық етіп жариялауға негіз болды. Қазірдің өзінде Түркістанға 200 мыңдай адам баратын жылына. Не жол жоқ болса да, не қонақ үй жоқ болса да. Биыл күзде барғанымда мен дүниежүзілік стандартта салынған аэропортты іске қостым. Қандай үлкен ұшақ болса да қондыра алады. 3 миллионға жақын қонақтарды қарсы алады. Соның арқасында келемде отырған мына түрік ағайындар, түрік тектес ағайындар жалпы барлығы келетін болады. Оның да үлкен пайдасы бар. Екінші, мынау көршілеріміз. Қазір сөйлесіп жатырмыз. Оны да шешеміз, Құдай бұйыртса, Түркістаннан Ташкентке дейін темір жол. Сонда Самарқанд, Бұқара, Ташкент, Шымкент, Түркістан үлкен, мұндай шеңберде туристік жол ашылады. Содан кейін туристер көбейеді. Біздің санағымыз бойынша 25-30 жылға қарай 3,5 миллион адам келу керек. Түркістан халықаралық әуежайы тәуелсіздік тарихында салынған алғашқы жаңа айлақ екенін айта кету керек. Бұл жобаға да шетелдік инвестиция тартылды. Құрылыс рекордтық мерзімде аяқталды. Түркиядағы біздің қонақтарымыз, туристеріміз осы Түркістанда аэропорт болса, біз сол Түркиядан жылына емес, айына бір рет ұшып келуге дайынбыз деген өздерінің ойларын жеткізген болатын. Туристер тек қана кесенеге келмеу керек, осы біздің Әзірет Сұлтан музейінің аумағында орналасқан барлық тарихи объектілерді көру керек. Оның ішінде Күлтөбе бар. Күлтөбені білесіздер, ол жерде біздің эрамызға дейінгі 2-1 ғасырдағы ғимарат орындары табылған болады. Түркістан әуежайы 2020 жылдың 1 желтоқсанынан бастап қазақстандық әуе компанияларын қабылдай бастайды. Ал одан кейін әлем елдерімен байланыс орнайды. Ашық аспан режимі жұмыс істейді. Қазірдің өзінде 2 қонақ үй 5 жұлдызды салынды. Хилтон Риксис деген керуен сарай, үлкен 1 километр ұзындығы. Ішінде жаңағы қонақ үйлер де бар, сауда-саттық орындар да бар.
жаңағы басқа да мәдени ішіндегі нысандар бар, барлығы келеді. Сол кезде баяғыдағыдай Түркістан өзі туризмнің, халықтың келетін орталығы болады. Елбасы атап өткен керуен сарай көп функционалды туристік кешені тек түркі әлемін ғана емес, әлем назарын аудартатын жобаға айналмақ. Керуен сарай алдағы көктемде пайдалануға берілуі тиіс. Қазақстан, Еуропа және Орта Азия мәдениетін ұштастыратын жоба көне шаһардың үлгісі негізінде салынған. Және онда заманауи қонақ үйлер, шығыс базары, мейрамханалар және жасанды көл пайда болады. Kervan Proje Sarayı bizim o projemizi dolaşmak için orada olan gösterileri, orada olan programları, orada Біз керуен сарай жобасын іске асыруға кірістік. Менің туризмде көп тәжірибем бар. Әлемде жыл сайын 2 миллиондай қонаққа, мейманға қызмет көрсетеміз. Мүмкіндігіміз көп. Яғни біз кесене жанынан туристерге тартымды үлкен жобаны жүзеге асырып, оған тарихи мән беріп отырмыз. Онда ерекше сәулет өнерінен бөлек театрландырылған тарихи қойылымдар арқылы Түркістанның өткенін көруге болады. Қазақтың түрік мәдениетін дүниеге танытып қана қоймай, тарихи тұлғаларда ұлттық спорт, ұлттық дәстүрді паш ететін арена ойластырдық. Бұл бір тамаша тарту болайын деп тұр. Біз оны іске асыратынымызға сенімдіміз, ал бізге сенім артқан елбасыға алғысымыз шексіз. Onun için biz elbaşına müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Rahmet yani bu büyük vizyon için. Түркістан аймағын көгалдандыру өз алдына үлкен жобаға айналмақ. Қазіргі күні қала ішінде және сыртында жасыл аймақтар құру жалғасуда. Бұның бәрі тұрғындардың өмір сапасын жақсарту үшін және қонақтарға қолайлы жағдай туғызу үшін қажет. Түркістанды көтеру біздің халқымыз үшін қасиетті мәселе. Біздің парызымыз, бұл біздің көне тарихы тереңде жатқан қаламыздың біреуі. Басқа елдерге барсаң, мысалы, Ресейдің Москвадан басқа Санкт-Петербургы бар, Түркияның Анкарадан басқа Стамбулы бар. Солай сияқты ғой. Бізде Алматымызда бар, енді барып келетін Түркістанымызда бар деп отыруымыз керек. Сөйтіп ел өркендейді, жер өркендейді. Екінші жағынан Абылай ханның арманын орындап жатырмыз. Қала салылмадым деп кетті. Қазақты жерге жұмыс істеуге үйретпедім деп кетті, басым қосылмадым деп 3 арбамен кеткен. Қала салу сол ата-бабамыздың арманын орындаумен бірдей. Тәуелсіздігіміз де солай, қала салғанымыз да солай. 2019 жылдың басында қаланың тұрғын үй қоры 3,8 миллион шаршы метр болды. Ал 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 6,1 миллион шаршы метрге жетуі тиіс. 2035 жылы 9,8 миллион шаршы метрге дейін, немесе бір адамға шаққанда 28 шаршы метрге дейін өседі деп күтілуде. Елбасы бастамасымен болашаққа бағдар, рухани жаңғыру және ұлы даланың 7 қыры бағдарламалары қабылданған еді. Түркістанды қайта жаңғырту идеясы осы жобалармен өзара үндесіп жатыр. Ол екі бағдарлама өте біздің халыққа керек нәрсе. Рухани жаңғыру деген біз басқа өмірге келдік. Бұрынғы өмірде коммунистік идеямен жүрдік. Біздің үлкендеріміз, менің буыным, барлығымыз сол идеямен жүрдік. Енді қазір өзгеруіміз керек. Мына заман келді. Экономика өзгерді. Түсінік өзгерді. Жастарымыз басқаша қазіргі. Бізде емес. 10-15-тегі балалардың білімі бізден көп. Себебі олар мына интернетте отыр, дүниенің барлығын көреді, біледі. Сондықтан рухани жаңғыру деген тек қана осыған бейімделу ғана емес, бейімделіп қоймай, осы арқылы өркендеу өсу мәселесі. Сондықтан ол өте керекті, үлкен мағынасы бар, әлі талай жұмыс еткізетін мәселе. Әрине оған мына Түркістанның салынуы тура келеді. Жаңағы еліміздің 7 қыры деген біреуіне жаңағы айтып отырмын ғой, қандай тарих тұнып жатқан тарих. Сол тарихты елдің бәрі біле бермейді. Сол тарихты білгізу үшін, көргізу үшін еліміздің оңтүстігінде, осы жерден 1000 шақырым оңтүстікте, жылы жерде, мына жерде тоңған қазақтар сол жерге барып жылынып қайтып келетін болсын деп салынып жатқан сол бағдарламаларды орындаудың бір саласы деп есептеу керек.
Түркістан Азия мен Еуропа арасын жалғаған Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік дәлізінің бойында орналасқан. Жаңа халықаралық қатынас Ұлы Жібек жолының бел ортасындағы қаланың жан-жақты дамуына үлкен үлес қосары анық. Осы 500 жыл бойы қараусыз қалған қалаға мына елбасы өз көңілін бөліп, өте үлкен жұмыс болып жатыр. Әрқашанда жүрген жердің барлығында біз айтып жүреміз. Түркістан бұл елбасының жобасы деп. Біз өткен жылы Түркістан қаласының 2050 жылға дейін даму стратегиялық жоспарын дайындаған болатынбыз, әзірлеген. Ол жерде жаңа әрине біріншісі ол туристік бағыт, екіншісі сол инвесторлар арқылы өнімді өндіру. Соған сәйкес қаламызды мегаполис ретінде емес, біз үлкен әлемдік Стамбул, Иерусалим немесе Рим деген қалалар секілді халықаралық деңгейдегі қалаға айналдыру. Елбасы идеясы тек Түркістанды ғана емес, өңірге түбегейлі өзгеріс енгізетіні сөзсіз. Шығыстың Аристотель атанған Әл-Фарабиді дүниеге келіп, мәртөбесінде маңызды шешімдер қабылданған. Күлтөбесінде билері бас қосып, ордабасыда 300-дің басын біріктірген берекелі өлкенің бағдары айқын, бағындырар белестері әлі алда. Жалпы Түркістан ежелгі көне қала болғанмен, осы кезге дейін қарапайым тіршілік жасап келген қала болатын. Елбасымыздың жарлығынан кейін Түркістан қаласы бірден жақсы бағытқа өркендеуге бет алды. Әрине, ертеңгі күні көркейген Түркістанда біздің ұрпақтарымыз өмір сүретін болады. Түркістанда өмір сүргенімізге біз әрқашанда мақтанатын боламыз. Өзім Түркістан қаласына 1 жыл бұрын Нью-Йорктан көшіп келдім. Бакалавр және магистратура білімдерімді ақш-та оқыдым. Өзімнің негізгі мамандығым цифрлық журналистика. Жолдасым екеуміз 1 жыл бұрын отау құрдық және осы киелі қаладан сапарымызды бастағымыз келді. Менің арманым осы керемет қалаға өз үлесімізді қосу, рухани астанамызға аянбай қызмет ету. Мен студентпін. Осы елбасымыздың бастамасымен ашылған халықаралық және туризм университетінде туризм саласы бойынша білім алудамын. Мен өзімнің болашағымды осы туризм саласымен, сонымен қатар Түркістан қаласымен тығыз байланыстырғым келеді. Себебі Түркістан бұл түркі әлемінің рухани астанасы. Біз өзіміздің өнерімізді көрсетіп арқылы туристерді өзімізге көптеп тарта аламыз. Түркістанда мектептер, балабақша, емханалар қатары арта береді. 2025 жылға дейін 15 мектеп құрылысы, 44 балабақша, 10 денсаулық сақтау нысаны, оның ішінде 3 емхана салу жоспарланған. Ал 2035 жылға қарай олардың саны 2 еседен көп болады. Мынау қазіргі күнделікті өзгеріп жатқан заманда өзіңіз жаңа айттыңыз, пандемия әлемдік, біз тұрмақ бүкіл әлемдік алпауыт мемлекеттер тойтарыс бере алмай отыр өздерінің дамыған медицинасымен, ғылымымен, технологиясымен. Осындай қиын заманда соңғы 8 айда сіз өзіңіз не түйдіңіз? Өсіп келе жатқан жастарымызға не айтар едіңіз? Біздің қазір заманда ғалымдар, эксперттер барлығын білеміз, барлығын игереміз деп ойлайды. Бірақ ешкім осындай вирус келеді деп ойлаған жоқ. Бір жерден шықты, ол табиғаттың дүниесі, әлде де ондайлар болуы мүмкін. Сондықтан кім біледі, бұл өмірде, табиғатта адам барлығын игерді, барлығын білді деп айтуға болмайды. Ондай қиыншылықтар болады. Жастарға деп отырғаным дұрыс. Мен сөзімді айтып келемін ылғи. Қазіргі айтатыным, мен бүкіл өмірімді осы Қазақстанның тәуелсіздігіне сарп етіп келе жатырмын. 5 жыл Совет одағы кезінде Қазақстанның үкіметін басқардым. 30 жыл президент болдым. 35 жыл тынбай күндіз-түні осы жұмыс істеп келе жатырмыз. Еліміздің, ата-бабамыздың, қазақтың арманы тәуелсіздік қолымызға келді. Ол болмаса түк болмайды. Ол болмаса тағы да бөтен боламыз. Ол болмаса біздің тілімізді тартып алады, біздің дінімізді тартып алады. Ол болмаса біз басқармаймыз, басқа басқарады. Тәуелсіздікті сақтап, бірлігімізді сақтау жастардың жадында болу керек. Ол мен пропаганда бірден үшін айтып отырғаным емес, мен ішімнен, жадымнан, жанымнан айтып отырған сөзім. Ел үшін, жұрт үшін. Жалпы қанша айтсақ та қазақ деген ат төбелінде аз халықпыз біз, басқалармен салыстырғанда. Екі жағымызда екі алып мемлекет тұр. Мына 1,5 миллиард Қытайның жағымызда, Ресейдің жағымызда. Олардың саясат болашақта қалай болады? Мен енді қолымнан келгенше шекараны шегендеп, барлық төңірекпен достық қарым-қатынас жасап, Қазақстанның жауы жоқ қазір. Ал заман өзгереді, ел өзгереді, жұрт өзгереді, не болады? Білеміз ғой.
сол тәуелсіздігімізді көре алмай қазірдің өзінде де көз тігіп отырғандар бар. Себебі біз экономика жағынан, реформа жағынан озып кеттік көп төңірегімізден. Оны әрине қызғанышпен қарайды оның бәріне. Сондықтан бұл бірінші тәуелсіздікті сақтап қалу. Екінші, жыл санап, әрбір 10 жылда, әрбір 20 жылда зымырап заман өзгеріп баратыр. Әсіресе ғылымға байланысты, технологияға байланысты. Қазіргі алған білімің 10 жылдан кейін керек бола ма, болмай ма? Биыл университет бітіріп жатқан жастардың мамандығы 10 жылдан кейін керек па, керек емес пе? Қазіргі сараптама бойынша әрбір 10 жылда мамандық өзгеріп тұрады. Қазіргі бар мамандықтар жоқ болады, орнынан жаңалар келеді. Не істеу керек? Соған бейімді болуымыз керек. Жастардың бейімді болу үшін ең негізгі білімі болу керек. Bir жағынан қиыншылықтар, екінші жағынан ғажайып жаңа өмір келе жатыр жастарға.